Тағдырдың кешіп жарғызын, тарихта өшпес қалды ізің. Қандастар қамын ойлайық, әр қазақ менің жалғызым. Әуе толқынында қандастар хабары. Ассалаумағалейкум, әлемет. Әуе толқынында қандастар хабары. Микрофон алдында мен, Нұрымжан Қасымұлы. Қадірлі тыңдарман, көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін расымен де ерекше дата. 12 желтоқсан, 12 ай, 22 жыл. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі эфиріміздің тақырыбы тәуелсіздік тәттіғым. Студияда қонақта қоғам қайраткері Ауыт Мұқибек мырза. Ауыт аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош келдік, рахмет сізге шақырғаныңызға. Расымен де тәуелсіздіктің қадірін жақсы түсінген қауымның бірі ол біздің қандастарымыз. Тәуелсіздік алғалы бері 1 миллионнан астам біздің қандастарымыз елге оралды деп жатамыз атамекенге сағынышымен. Егер өзіңіз осы тәуелсіздікті алғаш естіген кезде қандай әсерде болдыңыз, Ауыт аға? Рахмет, бірінші эфирге шақырып, осындай бір керемет мерекенің қарсаңында әңгіме құрып жатқаныңызға. Бірінші мен осы бүкіл отандастарымды, дүние жүзінің әр шалғайында жүрген қандастарымды алда келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Алла тағала солардың бәрінің басын қасиетті қазақ жерінде қосуды нәсіп етсін деп тілеймін. Бүгінгі осы қазақ радиосының тамаша тілек эфирі арқылы осындай тілегім жолдағым келеді. Енді тәуелсіздік туралы көп айттық. Міне Құдай бұйырса 31 жылын аяқтатып, тәуелсіздіктің 32 жылына аяқ басып бара жатырмыз. Біз бұл сөзді естіп емес, бұл сөзді біз күттік. Өте көп күттік. Мысалы, Балтық жағалауындағы елдер кете бастағаннан кейін, енді Қазақстан қашан тәуелсіздік алады дегенде сағат санап, минут санап, сол шетелде жүріп, Қытайда жүріп күттік қой. Сол Азаттық радиосынан Хасен Оралтай ағамыз хабарлады, Қазақстанның тәуелсіздік алған. Ол кездегі жалғыз ақпарат көзі сол біздің ақпарат алатын Азаттық радиосы болатын. Жүйесі сұрап, Қазекең арнайы программа жасап, тәуелсіздік жерледі. Біз сол кісінің аузынан естідік. Сол тойладық, жыладық, сосын шешім жасадық. Тарихи шешім деп айтуға болады. Кеттік Қазақстанға деп. Оқып жүрген кезіміз болады. Сол тәуелсіздіктен бұрын 711 қаулы қабылданып қойған екен. Еңбек шартымен Қазақстанға қабылдау бойынша 711 қаулы 18 қарашада бір ай бұрын. Бір айға жоқ. Сосын яғни тәуелсіздіктен бір ай бұрын бұл қаулы уже қабылданып қандастарды қабылдау жөнінде. Сосын 91 жыл, 18 қарашада. Сосын 16 желтоқсанда тәуелсіздік жарияланды. Содан іркес өте салып, 10-15 күн өткеннен жаңа жыл келді ғой енді. 91 жылда аяқтап, 92 жылдың жаңа жылы 31 желтоқсан күні тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев осы қазақ радиосының эфирінен өз даусымен сөйлеп, алыстағы ағайынға ақ тілек деген атақты тарихи жолдауын, арнайы алыстағы ағайынға ақ тілек деген сол керемет жолдау болды. Біз осындай тәуелсіздік алдық, осындай қаулы қабылдадық. Туған жердің түтінінде ыстық дейді. Атамекенге келем деуші, ағайынға есігіміз ашық. Ата аруақ алдарынан жарылқасын деп саңқылдап тұрып сөйледі ғой. Ол кезде қазақ радиосының Қытайға тосылмай жетіп тұратын кезі. Енді барлық сөзін жаттап үлгере алмайсың, сонда бір қадау сөздер осы миымызға орнық бір әсер беретін. Келем деген ағайынға есік ашық, Қазақстанның біз қаулы қабылдадық. Сіздерді осы атамекенге жете аламыз ба, жете алмаймыз ба деген сұрақтың толғандырып келгенін мен жақсы білемін. Сондықтан ата аруақ алдарынан жарылқасын деп батасын беріп отырып көшті бастады ғой. Осы бір ауыз сөз, осы бір елбасының аузынан шыққан сөз бізге заң, қаулы дегенді ойлатқан жоқ. Болды. Біздің мемлекетіміз бар екен тәуелсіз. Біздің арқа сүйер тірегіміз бар екен, Нұрсұлтан Назарбаев деген ұғым бірден пайда болды да, бірақ кеттік қой.
осыны тек қана Қытайда қазақ естімеген болу керек. Дүние жүзінде қазақтар радионың эфирі жететін жерлердің бәрі тыңдаған болу керек. Бәрін тастап кеттік. Мен школ директор, мектептің директоры болатынмын. Онымды тастап мен кеттім. Мысалы, жұмыс, қызмет, ештеңеге қараған жоқ. жоқсыздар. Тұрсынхан Зәкенұлы мысалы. Иә. Тұрсынхан Зәкенұлы үлкен ғалым, академияда жұмыс істейді. Бәрін тастап. Жақсылық Сәмитұлы осыда Қазақстан сияқты Шинжаң телевизиясында үлкен қызметте болатын, үлкен отбасы, балалы жағалы. Армиябек Сағындық деген жігіт бар. Ол да университетте сабақ беретін. 5 отбасы дүрілдетіп отырып бәрін тастаттап көшті осы сөздің кейін. Түсінесіз ба? Бүкіл ауыл жеке шақырту келгендей бір. Шақырту деген сол Назарбаевтың бір ауыз сөзі. Сол бір ауыз сөзі болды. Мен енді осы жерде бірдеңе тоқтала кетейін. Мынау қазір көші-қон туралы жаңа бағдарлама қабылданып жатыр. Жаңа тұжырымдама жасалып үкімет бекітті ғой. Мынау солтүстік үкімет айқындаған өңірлер деген бар. Сол өңірлер бос жатыр, соған қоныстандырғысы келеді ғой. Соған түрлі шаралар қолданып жатыр үкімет. Кейде бір қатаң бір адамды құқықты шектейтін қадамдарға да барып бір қалған жағдайлар бар осы жолы. Біз соған қарсы тұрдық. Мәселе ол емес, мәселе сіздің мына шараңыз жеңілдетілген жаңағы ынталандыру бағдарламалар керек қой. Оның сыртында бір нәрсе жетіспейді. Осындай бір жылы сөз қазір жоқ болды. Үкімет көші-қон қандастар жөнінде бір ауыз жылы сөз айтпайтын болды. Президенттік әкімшілігі Назарбаев айтты, айналайын қазағым, келді байы, жер деген жетеді деген сияқты сөздер адамды емдеп бізді кәдімгі жұмысқа да құлшындырып, бар ма, жоқ па, жұмыссызбыз ба, жұмыспен жүрміз ба, оған қарап жатқан ешкім жоқ. Аузымыздың суағып сол сөздермен міне 30 жылды өткіздік қой, 25 жылды өткіздік. Көрдіңіз ба? Бір ауыз жылы сөз адамның барлық көңіліне. Көңілін, жүрегін жібітіп, сенің отаншылдығыңды, сенің тіпті байытып жүреді. Сондай бір ауыз сөз. Қазір сондай сөз жоқ үкіметте. Құры бір қасаң бір әдістермен солтүстікке апарам дейді. Менше сол қазақ бара қоймайды. Мен айтуға тура келеді, осы қазақ радиосының эфирінен айтайыншы. Осыны ойлап, жаңа 18 қараша дедік қой. 18 қарашаны атаулы күндердің тізбегіне енгізу туралы президентке ұсыныс жасадым. Президент соны мына ұлттық кеңестің 6-шы отырысында ғой деймін. Кәдімгі сөйлеп отырып, соның маңызын, тарихи маңызын ескере отырып, үкіметке тапсырма берді. Соны мерекелерді өзіңіздің атыңызды атап өттің сол кезде. Атап, жарайды, рахмет. Мен қуандым оған. Бірақ соны үкімет орындамай тастады. Айналайын, сіз осы соңғы 15 жылдың көлемінде осы шеттен келген қандастарға жасалған қиянат деген шаш етектен. Білесің, заңын былай өзгертесің, былай өзгертесің. Енді содан басқа 500-ді жоқ еді үкіметтің. Сол мерекені бекітіп, мына Әлихан Асқанұлы Смайыловша, сол өткен 18 қараша күні сол үкімет айқындаған облыстардың біріне барып, сол облыстың төрінде тұрып, үлкен бір шара ұйымдастырып, міне мерекені сіздерге 18 қарашаны мереке қылып жасап берді, құрметті қандастар, президентіміз. Мен осы бірінші мерекені тойлайын деп, міне үкімет айқындаған өңірдің біреуін Павлодар облысына немесе солтүстік Қазақстан облысына келіп тұрмын. Бүгіннен бастап мерекелеріңіз құтты болсын. Міне бұдан былай осы өңірге келіп қоныстанатындарға мынандай шарт жағдайлар жасаймын мен. Келіңіздер. Әкімдер, мына қандастарымның біреусінің шашы түсетін болса маған жауап бересіңдер. Жазып алыңыздар. Мына менің көмекшімнің телефоны не жағдай болса маған айтып тұрыңдар дейші. Сен ғана шараңада қарап жатқан олар жоқ. Осы сөз үшін анандай сенімді. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Осындай не жоқ бізде? Білмеймін. Жүректің жылу азайып кетті, адамгершілік азайып кетті, адамдардың жақсы көру бір махаббат сезімі жоқ болып кеткен сияқты. Бұл жақсылыққа апармайды. Көрдіңіз ба? Енді сіздің сөзіңізге қайта оралайық, тәуелсіздік туралы. Біз тәуелсіздік туралы көп айтамыз. Бірақ бір нәрсені айтпаймыз да. Тәуелсіздікті қалай сақтап тұрамыз десе, ынтымақ керек, халық көбею керек, түрлі шарттарын айтамыз. Бірлік керек деп айтамыз. Әрине бұның бәрі керек. Бәрі керек. Осының ішінде тағы бір маңызды керек бар. Ол Қазақстан Республикасы мемлекетінің тәуелсіздігі туралы заң бар. 1991 жылы 16 желтоқсанда қабылданған арнайы заң бар. Тәуелсіздік туралы заң. Тәуелсіздік туралы. Сіз оқып көрдіңіз бе сол заңды? Айтыңызшы.
міне оқып көрген жоқсыз. Сондықтан мен Қазақ радиосының эфирін пайдаланып айтатын едім. Айналайын, құрметті отандастар, құрметті қандастар, ұлы көшкен мүдделі қауым барлығыңыз тәуелсіздік келе жатқанда сол интернет бар ма, құдайға шүкір, ашып Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заңды оқу керек. Көрдіңіз ба? Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң деп. Не бары сол заң 18 баптан тұрады. 18 бап. Ал енді мен сізге қызға айтайын. Мынандай нәрсені біліп қойыңызшы. Біз мысалы ата заңнан бастап мемлекетімізде қанша заң бар? Мен білмеймін. Кеше таппадым интернеттен деректі. Пәленбай 1000 заң қабылданды. Тәуелсіздіктен бері ата заңнан бастап отырып. Соның бәрін өзгертуге болады. Мысалы 93 жыл қабылданған Конституцияны қойып 95 жыл қайта Конституция қабылдадық. Мысалы биыл міне уақыттың талабына сай Конституциямызды 2 рет өзгертуге тура келді 1 жылдың ішінде. Білесіз ғой? Заңдарды ол көйлекше ауыстыруға болады, былайша айтқанда. Бірақ сіз мемлекеттің өзгертуге болмайтын заңы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік туралы заңы. Ол жаңағыдай жер көлемі. Ол заңды 18 баптан тұрады. Ол заңдың бір нүктесін өзгерттің, онда тәуелсіздіктің Ошын туы жығалады деген сөз. Сен тәуелсіздікке балта жабасың. Тек қана оны өзгерту емес, содағы айтылған ұғымдарға, содағы нормаларды мүлтіксіз орындау керек. Егер одағы нормаларды орындамасаңыз, оны аттап өтіп, өзгеше бір шешімдер қабылдасаңыз, мысалы үкіметтің бола ма, президенттің әкімшілігі бола ма, онда тәуелсіздіктің тамырына балта шапқан болып есептеледі. Мен сізге айтайын, ол қылмыс кәдімгі. Енді заңды бұзуға болмайды ғой. Жоқ, заңды бұзуға емес ол. Өзгертуге де емес. Мен сізге айтайын, мынағанға келіңізші. Мысалы, міне хабар қандастар туралы болып тұр ғой, иә? Көші-қон деген ұлы саясат бар. Міне 91 жылдан бастап жолға қойылды, 18 қарашадан бастап. Олдың да жолға қойылғанына заңдары бар, нормативтік құжаттары бар, қабылданған үлкен саясат. Енді осы саясат туралы президенттен тапсырма түсіп, осыған реформалар жасалатын кезде біз бірінші кезекте жаңағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заңына бір көз жүгіртіп шығуымыз керек. Әлихан Асқанұлы Смайыловтан бастап, Тамара Дүйсеновадан бастап, хабар жүргізіп отырған құрметті Нұрымжан, сізге дейін хабар жүргізетін достай заңды бір қарап шығу керек. Бұрын қарап шықсаңыз да тағы бір шолып шықсан артықтық етпейді. Неге дейсіз ғой? Бұл заңын қазақ білу керек, мүлтіксіз атқару керек. Енді сізге айтайын, осы заңның 18 бабында жазылып тұр. Қазақстан Республикасының Конституциясы осы заңмен жаңағы тәуелсіздік, егемендік туралы декларацияның негізінде жасалады. Конституцияның нормалары бұған қайшы келмеу керек дейді. Көріп отырсыз ғой? Біз ата заң деп отырған Конституцияның ар жағында да атасы бар екен. Қазақша айтсақ көкесі бар екен. Ол Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік туралы заң. Енді неге бұған шұқшиып отырмын мен? Көрдіңіз ба? Осы 18 баптан тұратын алақандай заңның құрамында, немесе заңның 2 үлкен бабы, батпанда 2 үлкен бабы тек қандастарға арналған. Түсіндіңіз ба? Сонда осы заңды жасаған, осы заңның жобасын жасаған академик Салық Зиманов, соны қабылдаған легендалы парламент, сол кезде жоғарғы кеңес деп аталады ғой. Соған қол қойған тұңғыш президент, қарап отыратын болсақ, тәуелсіздік туралы заң арқылы, мемлекеттік тәуелсіздік туралы заң арқылы бүкіл қазақтың құқығын қорғап отыр. Тайға таңба басқандай етіп жазып қойған. Мен сіздің мерекенің қарсаңында осы эфирді пайдаланып, соны есіңізге салайын. 7-ші бапта айтады. 7-ші бабында айтады. Қазақстан Республикасының өз азаматтығы бар дейді. Басқа мемлекеттерде тұратын республика территориясын тастап шығуға мәжбүр болған барлық қазақтардың сол мемлекеттің азаматтығымен бірге, егер бұл ол азаматы болып отырған мемлекеттердің заңына қайшы келмейтін болса, Қазақстан Республикасының азаматтығын алу құқығы танылады дейді. Көрдіңіз ба? Енді осы бар екен, енді біз Қазақстан Республикасының азаматтығын беруге біз міндеттіміз. Шеттен келген азаматтарды. Ол азаматтықты беруді
әлде қалай бір саясаттың құрбан етуге немесе бір саяси шешімдерді орындау үшін соған апарып тіреуге болмайды. Көрдіңіз ба? Осы жолғы жасалған тұжырымдамада сондай бір сәтсіздіктер болды. 2 рет солтүстік өңірлерге, үкімет айқындаған өңірлерге барып тұрсаң ғана азаматтық береміз деген норманы алып шықты. Үкімет осындай бір арамза пиғылын байқатып қойды. 1 емес 2 рет қайта тап беріп шулап жүріп, өзіңіз жақсы білесіз, отандастар қорының жаңағы комиссияның аты не? Комиссия, қоғамдық комиссиясы арқылы осының бетін айтырғандай болдық. Біздің күдігіміз әлі де сейілмей тұр. Сондықтан міне құқығы танылады деді ме, онда сен бұны жеңілдетпесең ауырлатпа азаматтық алуды. Көрдіңіз ба? Сосын тағы айтады. Қазақстан Республикасы көші-қон процестерін реттеп отырады. Енді қараңыз. Қазақстан Республикасы жаппай қуғын-сүргін күштеп ұжымдастыру кезеңдерінде адамгершілікке жат өзге де саяси шаралар нәтижесінде республика территориясынан кетуге мәжбүр болған адамдар мен олардың ұрпақтарының, сондай-ақ бұрынғы одақтас республика территориясында тұратын қазақтардың өз территориясына қайтып оралу үшін жағдай жасайды дейді. Жағдай жасадыңыздар ма сол қазақтарға? Әрине, мен жасалды, керемет жасалды. Неге десеңіз, көші-қон туралы заң қабылданды, үлкен саясат қалыптасты. Құдайға шүкір жасалып жатыр. Енді соған біреулер жаңағы кедергі жасағысы келеді. Бұл сауатсыздық. Бұл барып тұрған сауатсыздық. Енді 8-ші бапқа қараңыз, иә? Сонда мынандай не бар. Қазақстан Республикасы, республика шегінен тыс жерлерде тұратын қазақтардың ұлттық, мәдени, рухани және тілдік қажеттерін қанағаттандыруға қамқорлық жасайды. Олардың азаматы болып отырған мемлекеттермен жасалған шарттар негізінде бұл азаматтардың мүддесін қорғайды дейді. Біз шеттегі қазақтар үшін жасап жатырмыз, иә, тамтымдап жасап жатырмыз. Отандастар қоры құрылып, шетелдегі консулдықтар арқылы солармен байланыс жасап, кіші құрылтайлар өткізіп жатыр. Енді айта кетейін, ол сыртқы істер министрлігінің құзыретінде болады. Енді соны еңбек министрлігіне мен бұған 100% қарсымын, 200% қарсымын. Өйткені еңбек министрлігінің шетелде байланыс орталықтары жоқ. А сыртқы істер министрлігінің мүмкіндігі бар, консулдықтары бар. Шетелдегі мемлекеттік ұйымдарымыз бар, консулдықтар бар, шетелдегі қазақтармен мүмкіндік емес. Сен мына заңды атқаруың керек. Бұны атқармасаң, онда тәуелсіздікке балта шапқандық болады. Тәуелсіздікті сыйламағандық болады. Сен тәуелсіздік мың айтқаннан гөрі, оның бір әрекет қылып, оның мына заңын мүлтіксіз атқаруың керек. Мен жазылып тұр ғой. Сен дейді, оларға не дейді, қамқорлық жасайсың дейді. Сосын мүддесін қорғайсың дейді. Біз мүддесін қорғай алып жатырмыз ба? Жоқ. Қорғап жатқанымыз жоқ. Мысалы, Қытай елінде қазақтардың жағдайы не болып жатыр? Ресейде қазақтардың жағдайы не болып жатыр? Естіп жатырмыз ғой. Соңғы 5 жылдың көлемінде мына жаққа мынау 1 жылға таяп қалды, соғыс болып жатыр. А соның барып біз мүддесін қорғайдық па? Жоқ, қорғамайық. Өйткені біздің осы саламен айналысатын адамдар мына заңды оқымаған. Мына заң туралы сауаты жоқ. Міне тұр ғой. Айту керек, біздің заңымыз бар, мүддесін қорғайды деп Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздік туралы заңының 8-ші бабында жазылды тұр деп айтып, осы арқылы шеттегі қазақтардың мүддесін қорғау керек. Енді көрдіңіз ба? 18-ші бапта олай деп жазылып тұр. Осыны айта салайын. Осы заң Қазақ КСР мемлекеттік егемендігі туралы декларациямен бірге республиканың жаңа конституциясын әзірлеуге негіз болады дейді. Жаңа айттым ғой. Сол мына жерде бір керемет нәрсе бар. Қазақстан Республикасының конституциясымен өзге де заң актілерінің нормалары аталған заңға қайшы келмейтін болса ғана қолданылады дейді. Мына заңға қарайды екенсің алдымен. Конституцияны атқару үшін мына заңға қарайды екенсің. Түсіндіңіз ба? Бұл өзгермейтін заң. Енді жаңағы конституцияны қабылдайтын кезде осы заңның негізінде деді ғой. Енді қараңыз, осы заңыңызда шеттегі қазақтар туралы 2 үлкен бап тұр. Мен оқып бердім, көрдіңіз ба? Енді осыны еске ала отырып, мен 2017 жылы 1 рет, 2022 жылы 2 рет әрекет жасадым. Өйткені осы жылдарда Қазақстан Республикасының конституциясына өзгертулер, толықтырулар енгізілді. Қайта қарадық қой енді. Соған енді мына заңның негізінде міне осы ескеріледі дейді ғой. Негізінде жасалады дейді ғой. Осы негізде Қазақстан Республикасының конституциясының 10-ші бабына мынандай бап енгізуді ұсындым. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерде тұратын қазақтар басқа мемлекеттің азаматы болуына қарамастан жеңілдетілген тәртіппен Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға құқылы деп кіргізуіміз керек еді. Неге екенін білмеймін, мына заңның негізінде жасалады деп жазулы тұрғанына қарамастан біз конституцияны қанша мәрте өзгерсек, осы
нәрсе ескерілмей келе жатыр. Сондықтан болашақта біздің ата заңымызда көші-қон туралы бап тұру керек. Бұл нені білдіреді? Бұны кіргізу, кіргізбеу, мысалы ата заңға енгізу, енгізбеу нені білдіреді? Біздің тәуелсіздікке деген құрметіміздің қай дәрежеде екенін өлшейтін нәрсе. Айтып отырмын ғой, тәуелсіздік туралы заң ол тәуелсіздіктің кепілі. Оның әрбір айтылған нормасы, осындағы ұғымдар мүлтіксіз атқарылу керек. Айтып отыр, негізінде жасалады деді ме? Онда ол сөзсіз кіру керек. Осыған келгенде сол заңның жобасын жасаушы жігіттердің деңгейі жеткен жоқ соған. Дегенмен енді бұл енбей қалды ғой бүгінгі күнде. Неленбей жатыр? Бүгінге дейін қандастарда енді азаматтық алуда 3 айдың ішінде егер құжаттары барлығы түгел болатын болса, азаматтық алу мүмкіндіктері болды ғой бұғанға дейін, Сол қандай арпалыспен келгенін білесіз бе? 15 жыл уақытымыз кетті сол дәрежеге әкелу үшін. Енді алып келгеннен кейін тоқтаңыз. Бізді қоя тұрыңызшы. Жарайды, күрестік, өйттік, бүйттік. Біреуге жексұрдың көрінген шығармыз, біреуге ұнамаған шығармыз. Ең басты мәселе қазір Қазақстан Республикасының азаматтығын алу тәртібі, өзіңіз айтып отырғандай, 500 күн ішінде қандас мәртебесін аласың, ары қарай 3 айдың ішінде қаласаң ықтияр қат, қаласаң азаматтығын аласың. Екеуіне бір құжат өткізесің бір терезеден. Осы тиімді. Қазір бекітілген нәрсе. Бекітілген. Енді осы қалыптасқан тәртіпті бұзбас екен деп өкімет бұзбас екен деп. Бұл біздің қандастарымыздың бір өтініші деп те айтуға болады. Өтініші болғанда осы егер тәуелсіздікке балта шаппаймын тамырына, күре тамырына балта шаппаймын десеңіз, сіз осыны сақтауыңыз керек. Өйткені 7-8 миллион қазақ шетелде жатыр. Айттым ғой жаңа. Ол тәуелсіздіктің күре тамыры қазақ. Оның бір тамырына балта шабылса тәуелсіздікке қауіптенеді. Мүмкін емес, қауіптенеді. Нұқсан келеді, мүмкін емес. Таза қауіптенеді. Біз осылай қарауымыз керек. Осылай жауапкершілікпен кірпігімізді қимылдатпай күзетіп қарауымыз керек болады. Енді мынандай нәрсені айтайын. Солтүстікке үкімет айқындаған өңірлерге қазақтарды көшіру бұл ұлы саясат. Бұл стратегиялық маңызы өте зор. Мен бұны 200% қолдаймын. Бірақ біз бұл жерде саясатпен жаңағы құқықтың арасын ажыратуымыз керек. Қазақтардың, шеттен келген этникалық қазақтардың азаматтық алуын ана жерде жаңағы үкімет айқындаған өңірлерге апарып қоныстандырудың немесе сол жерде ұстап тұрудың белгілі бір шарт етіп қоюға болмайды. Түсіндіңіз ба? Бұл екі дүние, екі бөлек дүние. Біреу құқық, біреу саясат. Саясатыңызды қалай жүргізе беріңіз, жүргізіңіз. Оның құқығына балта шаппаңыз. Мен айтайын дегенім осы. Тәуелсіздіктің мерекесінің қарсаңында. Тамаша. Жақсы, рахмет. Енді өзіңізге оралсақ, Қазақстанға көшіп келген кездегі жағдай қандай еді, қалай қарсы алды? Шын айтсақ 98 жылы 98-де келдіңіз. Қазан айының 24-інде келдім ғой мен. Түнде келдім. Ертесі мереке, егемендік күні. Егемендік күндегі мереке бар 25-ші қазанда. Республика күні деп аталады. Сол егемендік күн дейміз, республика күні. Бір 6-7 жыл алынып тасталып, президентіміздің пәрменімен Қасым-Жомарт Кемелұлы қайттан ұлттық мереке болып қатарға қосылды, бекітілді. Бұл өте дұрыс шешім болды. Топ-тура мен сол мерекеге қатынастым келе салғанда. Менің Қазақстандағы бірінші күнім мерекеден басталған. Содан бері Құдайға тәуба, сол мерекенің ішінде келе жатырмын. Мейлі жұмыссыз қалдық, мейлі баспанасыз жүрдік, мен оның біреуін жайға теңгермеймін. Жайға мерекелердің осы келе жатқан, міне тәуелсіздік мерекесі келе жатыр. Енді келгеннен кейін бір очақты жылымыз Тұманбай Молдағалиев ағамды іздеп келген, айтып келе жатырмын, қасында жүрдім. Ол кісі өмірден өткеннен кейін көші-қон саясаты бұлғақтай бастады. Кәрім Мәсімов пен Құлыбаевтың ықпалымен 400 азаматтық бермейтін заң қабылданып кетті, 13 жыл білесіз. Сосын осыған араласуға тура келді. Бел шешіп араласуға. Соған бұл Астанаға көшіп келдім 12 жыл мінезі. Енді Аманат қазіргі бұрынғы Нұр Отан партиясында 6 жыл қызмет істедім. Әкімнің Мұхтар Құл-Мұхаммедтің арқасында сол жұмысқа тұрып, ағамыздың рахмет ол кісіге. Алғашқы қызмет жолыңызды осы Астанада енді біраз жерде істедік қой. Жұмыстан шықпадым көбінде, жаңағы көші-қон саясатына байланысты батыл қадамдар жасағаным үшін, ашты сөздер айтқаным үшін болса керек. Оның бәрін ренжімеймін ешкімге. Енді сол 6 жыл қызмет істеп, міне жақында осы 1 декабрьден бастап ол жұмыстан да босадым. Саяси партия құрып жатырмын, Қазақ Арман деген болжалды аты бұл, өзгеруі де мүмкін.
партия құрып жатырмын. Бұл партия тек қана қандастардың партия емес, бұл ұлы көшкен мүдделі қауымның партиясы. Қазақстанның түкпір-түкпіріндегі әр қазақ ұлы көшкен мүдделі. Неге дейсіз ғой? Жаңағы тәуелсіздік туралы заңда айтылғандай, жаңағы мәжбүр түрде империялардың қақтығысының кесірінен қазақтар өзінің атамекенінен босып кетті. Атыраудың қазақтарының қайда кеткенін білесіз, анау Иранға шейін кетті. Ақтаудың қазақтарының қайда кеткенін білесіз, Маңғыстаудың қазағының, Қызылорданың қазағының қайда кеткенін білесіз. Одан жағы Нарынқол келген Шығыс Қазақстанның қазағының қайда кеткенін білесіз. Сол қазақтардың бәрі осы жерде отырған ұлы көшкен мүдделі қауым болып есептелінеді. 60-шы жылдар, 30-шы жылдар бөлініп қалған қазақтарды біз басын қайта қосудың міне 30 жыл болды жұмысы жүріп келе жатыр. Президент айтты ғой, жаңа Қазақстан құрам деп. Жаңа Қазақстан деген не екен? Әділетті Қазақстан. Сондықтан ол әділеттілік тек қана заңдардың әділ орындалуы, соттардың әділ шешуімен ғана шектелмейді деп есептеймін мен. Ол тарихтың жасаған әділетсіздігін де қалпына келтіру керек. Тарих қандай әділетсіздік жасады бізге? Өткен тарих 19 ғасыр қазақтың быт-шытын шығарып бөліп тастады. Территориясын бөліп алғанда шетте қалып қалдық, шекараның сыртында. Амалсызға босып кетуге мәжбүр болдық қазақтар. Енді біз осының басын қосу керек. Ал мен құрып жатқан жаңағы саяси партия, ол президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамаларын, тиімді саясаттарын қолдайды. Жасап жатқан реформалары мен жаңағы тапсырмалардың өз деңгейінде орындалуына көмектеседі. Қазақстандағы барлық саяси процестерде араласады. Заңдарды, мысалы аты заңымызда Назарбаев сыздандырды ғой енді. Енді біз қалған заңдардың бәрін Кәрім Мәсімсіздендіруіміз керек, Құлыбаевсыздандыруымыз керек. Солардың мүддесіне жасалып кетті заңдар. Халықтың мүддесіне, енді халықтың мүддесіне қарай, ыңғайына қарап жасалу керек. Біз осыған көмектескіміз келеді. Жаңағы бағдарлама жасап ұсынғымыз келеді. Сосын сіз мойындаңыз, мойындамаңыз, қабылдамаңыз, шеттен келген 1,5 миллион қазақ, ол бір әлеуметтік топ. Егер онымен біз айланыспасақ, онда басқалар айланысады. Білесіз бе? Кәдімгі Тоқаевтың жаулары көп. Білесіз ғой? Жау өте көп. Анталап тұр. Іште де сыртта да. Егер біз айланысып, осы қазақтарды, осы заңдарды білдіріп, заң бойынша жұмыс жасауға, саяси мәдениетін көтеруге күш шығармасақ, өзіміз кірісіп, бел шешіп араласпасақ, мен ашығын айтып қояйын, онда басқалар айланысады. О да өте қауіпті болады. Түсіндіңіз бе? Мен осы эфир арқылы осы тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында айта кеткім келеді. Бұл енді алдына енді ауруын жасырған өледі дейді ғой қазақ. Дегенмен бастамаңызға сізге сәттілік тілеймін. Біздің эфирдің уақыты аз қалды. Дегенмен енді қандастарға айтар, алыстағы ағайынға айтар ақ тілегіңіз, құттықтауыңыз болса. Құрметті шекараның сыртында жүрген, әлемнің әр шалғайында жүрген қандастар, елге көшіп келген, солардың бөлініп келген енді туысқандары, жалпы ұлы көшкен мүдделі қауым, сіздерді келе жатқан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мен айтатын едім, сіздер ештеңеден қорықпаңыздар, ештеңеден жасқанбаңыздар. Біз әділетті Қазақстан құрып жатырмыз, президентіміз. Сол әділетті Қазақстан құрудың бір жағынан шығысыңыздар. Президентіміз айтты, мынау үкіметтің осының алдындағы кеңейтілген мәжілісінде жиналысында айтты. Бүгінде болып жатыр ғой, кеңейтілген жиналыс. Мен қандастарымның мемлекеттік қызметке тұрғанын қалаймын деді. Олар да жаңа Қазақстанды құруға өз үлестерін қосады деп сенемін деді. Құрметті ағайындар, біздің аса мәртебелі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы сенімін ақтауға бәріміз бірге күш шығарайық. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Бірге болайық. Алты алаштың баласы бірігіп, атамекенімізді көркейтуге есе қосайық. Тамаша, барлық тілегіңізді біздің қандастарымыз тыңдап отыр деген ойдамын. Сонымен қатар, қадірлі тыңдармандар, біз бүгінгі эфиріміздің көре алмаған болсаңыздар, Қазақ радиосының Facebook және YouTube арналарында және ресми сайтында жарияланады. Сол жерден тамашалай аласыздар. Қадірлі тыңдарман, осымен біздің эфиріміз аяқталды. Барлықтарыңызды келе жатқан тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын. Тәуелсіздіктің баяндығы бұл қазақтың жерін қазақпен
толтыру деп айтсақ та болады. Сауалыңызға жауап берген, сүбелі сұхбат құрған қоғам қайраткері ақын Ауыт Мұқибек мырза, хабарды жүргізген Нұрымжан Қасымұлы әуе толқынында. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.